Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе бірінші сынып, 22-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы н дыбысымен әріпі. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтуді ұмытпаңыз. Олай болса, сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабақта осы жерде берілген барлық тапсырмаларды орындап, суреттермен жұмыс жасайтын боламыз. 22-ші битті ашып, 22-ші сабақты дайындап қойсаңыздар болады. Ең бірінші тапсырмаға назар аударайық, оқулыққа қарайық балалар. А, на деп жазылып тұр қызылмен, және осы әріптерден басталатын сөздерді мына сызба арқылы жалғастыруымыз керек. Яғни бірінші сөз бізде ана, анар, анау, анау деген нұсқауды көрсетеді, балалар. Және алан. Алан деген балалар екі мағынада қолданылады. Алан деген баланың аты бар, есімі, немесе кіші әріппен жазылатын болса, алан ол жануар. Қандай жануар екен, қазір алдағы уақыттарда қарайтын боламыз. Және де келесі науа. Науа деген бізде мынадай ыдыс, малды суғару үшін қолданылатын ыдыстың бір түрі болып табылады. Және ну деп тұр. Ну, орман деген сөзде қолданылады. Енді келесі суретке қарайтын болсақ, астында бізде бір анар тұр және бірнеше анарлар тұр. Яғни біз бұл сабаққа дейінде айтқан болатынбыз, біреу болса анар дейміз, ал бірнеше болса анарлар дейміз. Сол секілді мына суретке назар аударайықшы, балалар. Бір жануар болса жануар дейміз, ал бірнеше болса жануарлар. Ал мына жерде адам біреу, адам, ал бірнеше адам болатын болса адамдар деп сөйлемдердегі сөздердің, заттардың көлеміне қарай сөзімізді өзгерте алады екенбіз. Енді н дыбысына басталатын немесе н дыбысы қолданылатын сөздерді атайық. Бірінші бізде моншақ. Моншақ деген кезде н дыбысы осы сөздің ортасында естіледі. Орындық, ол да сөздің ортасында келеді. Телефон, соңында н дыбысы естіледі. Және арыстан, н дыбысы соңында естіледі. Яғни балалар, осыдан біз н дыбысының сөздің басында да, ортасында да, соңында да келетінін ұға аламыз. Әрі қарай келесі тапсырманы орындайық. Мінеки балалар, бұл алан. Анау, алан. Анау, науа. Келесі суретте мына жерде қандай сөздердің тұратынын біз бірге анықтайық. Анау. Не балалар? Орындық. Анау. Шана екен. Яғни, осылай мына сөйлемдерді толықтырамыз. Анау орындық, анау шана. Келесі тапсырма бізге сұрақ белгісі беріледі. Мына сөздер, суреттердің атауын табуымыз керек. Бұл суреттердің барлығында да н дыбысы қатысады. Бірінші бізде лимон. Буынға бөлсек, 2 буын. Уық, 1 буын. Арба, 2 буын. Радио, 2 буын. Және нар, 1 буынды құрайды. Бұл жердегі балалар, біз қай әріпті өттік, есімізге түсірейік. Біз сіздермен н әріпін өттік, у әріпін өттік, а әріпін өткен болатынбыз. Және басқа да осы жерде кездесетін әріптерді алдағы уақытта бірге өтетін боламыз. Енді балалар, н дыбысын қалай жазатын едік, есімізге бір түсіріп алып, әліппеміздегі соңғы тапсырманы көркем әрі әдемі етіп бірге жазайық. Алан, нан, ал деген сөйлемді дәптерге жазып алыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталады. Осымен келесі кездескенше сау болыңыздар.